қыздар қауымы, сіздерге арнап бүгін арнайы талғам туралы әңгіме айтқым келіп отыр. Әрине, талғамда талас жоқ деп жатамыз. Әртүрлі өзіміздің таңдап киіп жүрген киімдеріміздің қаншалықты бізге әдемі жарасатынын, болмаса жараспайтынын біз кейде өзіміз анықтай алмаймыз. Ал имидж, стиль, қыздың өзінің көркі, өзіне жарасатын киімдерді таңдап кие білуі, ол адамның өзіне қалыптастырып келе жатқанда ең үлкен көмек беретін, кез келген тұста оны анықтап тұратын бір жол есебінде, бағыт ретінде қарасақ болады. Мен айтар едім, қыз баласы киім таңдау кезде қандай нәрселерге назар аудару керек. Яғни, сіздің баратын ортаңызға байланысты сіздің киіміңіз, шаш үлгіңіз, бояну стиліңіз барлығы соған сәйкес келу керек. Ал енді біз кеңсе тарапында болсын, түрлі мерекелік шаралар, әртүрлі кештер, танысу орталары, не болмаса конференция, жиындар деген сияқты. Оның барлығына қыздар талғаммен киінетін болған жағдайда, олардың сөзі өтімді, әрі өзі тартымды болып келеді. Біз бұл тақырыпты қозғамасақ болмайды. Себебі біз қазір дамыған заманда, әдемі қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, біз қыздардың өзін қалыптастырудағы ең үлкен бір бағыт ретінде мен осы стиль тақырыбын көбірек қозғап айтқым келеді. Енді мен өзім айтар едім, қазір қозғап жатқан барлық тақырыптар көп. Қыздардың арасында, әйелдердің арасында мен қалай киінемін, маған қандай киім жарасатын, мен қайдан білсем болады деп. Ол міндетті емес, сіздің бір имиджмейкермен, бір стилистпен жұмыс жасауыңыз міндетті емес. Бірақ сіздің қалтаңызда қаражат, ол сіздің талғамыңыздың көрінісі деп те айта алмаймыз. Өйткені ақшасы жоқ адамның өзі бір жоқтан барды ұйқастырып, әдемі етіп киініп жүретін қыздар болады. Ол қымбат киіну де міндетті емес, негізінде. Ол өзіне жарасып тұрса, киім қонымды болып тұрса, ыңғайлы болса, және оны түсі ашатын болса, ол кез келген қызды үлкен дәрежеде көрсете алады. Енді мына кәсіп саласында жүргеннен кейін, кейбір тұста көп жиынға, орталыққа барғаннан кейін біз бір-бірімізді қыздар салыстыра жүріп, бірімізден біріміз әртүрлі әдеттерді үйренеміз. Сіздің киінуіңізде сіздің жүрген ортаңызға тікелей байланысты. Яғни, сіз қандай ортада жүрсіз? Сіз кімдермен жиі қыдырасыз? Мысалға, біз студенттік шақта киген киімдеріміз мүлде бөлек болуы мүмкін ба? Енді мектепте ол кезде форма киеміз, қыздар. Ал студент шақта біз әртүрлі киініп жүруіміз мүмкін да, үлкен өмірге қадам басқаннан кейін өзіңіздің салаңыз айқындалған соң, сіздің бір стиліңіз болу керек. Яғни, ол сіздің бір қолтаңбаңыз ретінде сізді ашып тұру керек та. Оның стилі мынандай ғой, ананың стилі мынандай ғой деп сізді көре салған кезде ажырата білетіндей сіздің өзіндік қолтаңбаңыз болу керек. Енді қыз баласы болғаннан кейін әртүрлі тақырыпты біз талқылап жатамыз ғой. Оның ішіндегі үлкен бір мәселе ретінде осы киімнің түсін айтуға болады. Егер сізге қара түс жараспаса, немесе тағы басқа түстер жараспаса, сіз оны мүмкін білмесеңіз, оны сізге құрбыларыңыз сын ретінде де айтуы мүмкін. Сіз сынды да қабылдап үйреніңіз. Бастапқыда өзіңіздің стиліңізді қалыптастырмас бұрын әртүрлі сыни пікірлерді естіп көріңіз. Қаншалықты жарасады, қалай болып тұр, сізге қонымды ма, әдемі ма деген сияқты. Енді сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Барынша оған дұрыс қарауға талпыныңыз. Одан кейін әдемі киінетін құрбыларыңыздың қасында жиі жүріңіз. Олардан кеңес сұраңыз. Қандай киімдерді немен үйлестіріп киюге болатындығы жайында сұрауға еш ұялмаңыз. Сіз ұялу арқылы көп нәрсені жоғалтып қалуыңыз мүмкін да, керісінше. Сондықтан барынша құрбылардың арасындағы киетін киімге өзіңіздің ортаңызда қыздар қалай киінеді, кімнің стилі қандай, соған аса қатты мән беріп жүргендеріңіз абзал. Менің ойымша, негізі көп жағдайда қара түсті киімдермен әртүрлі ақ түсті киімдер, олар көбінше классикалық үлгіде кетеді. Оларды жиындарға, түрлі конференцияларға, былайша айтқанда строгий вид дейді ғой, кішкене қатаңдау, шашыңызды жинап, кеңсе офистік вариантта киінетін болсаңыз, ол енді сізді жинақылыққа және жауапкершілігіңіздің бар екендігіне, жұмысқа деген өзіңіздің құлшынысыңызды аңғартып тұрады. Ал мерекелік кештер мен түрлі жиындарға сіз әртүрлі өзіңізге жарасымды түстерді киюіңізге болады. Көк, күлгін, қызыл,
сізді бірден қатты ерекшеленгіңіз келіп тұрса, әртүрлі қатты бір көрініп тұратын түстерді пайдалануыңызға болады. Ал бірақ алғашқы кездесулерде сізде егер де ол іскерлік кездесу болса, еш уақытта қызыл түсті киюге болмайды. Өйткені ол сіздің біріншіден серіктесіңіздің эмоциясын бұзуы мүмкін. Екіншіден сіз энергияны тым қатты көп бөліп қоясыз. Бірінші кездесуден ақ сіз өзіңіздің былайша айтқанда кез келген нәрсеге келісім беремін деген сияқты мағынаны білдіріп қою мүмкін. Сондықтан бірінші таныстық ортасында, бірінші кездесуде қызыл түстен бас тартқаныңыз дұрыс болады. Ал түрлі басқа күнделікті киімдердің ішінде сіз өзіңізге ыңғайлысын таңдағаныңыз дұрыс. Көбінше енді ары-бері жүгіріп жұмыс жасайтындықтан барынша мезгілге байланысты киімдерді таңдап, соңғы үлгідегі киімдерді оқып, жаңа айттым ғой, стилистермен жұмыс жасау міндетті емес. Сіз қазір барлығы ғаламторда бар, ашыңыз интернетті, теріңіз қандай түс сәнде, қандай түспен қай түсті сәйкестендіріп кисе болады, макияждың қай түрі бүгінде тренд болып жатыр, не болмаса жаңағы осы қыстың ең жақсы коллекциясы қандай, әртүрлі сәнгерлердің ұсынған киімдерін қарап көріңіз де, соған ұқсасын іздеп тауып, қайсысы сәнде модадан қалмай келе жатқан бір стильдерді таңдап, сіз өзіңізді барынша тәрбиелей аласыз. Енді киімге келетін болсақ, мен қазір былай киін деп айтқанмен, ол ешкім өзінің пікірін өзгертіп кетіп, дәл солай киіне қалмайды. Бірақ бұл сіздерге азын-аулақ түске байланысты және киімнің үлкен рөл ойнайтындығын анықтап айтатын бір сіздерге шағын ғана кеңесім болды деп ойлаймын. Барынша сәнді киініңіздер, өздеріңізді күтіңіздер. Сіздер нәзік жанды және айналаға эмоция мен энергия сыйлайтын ерекше жаратылыс екендеріңізді ұмытпаңыздар. Сіздер барынша әдемі құлпырып жүрген уақытта сіздің айналаңызда дәл сондай ерекше көңіл күйге бөленіп, әрдайым сізбен бірге құлпыратын болады. Сондықтан қыздар қауымы, қыз келіншектер, өздеріңізді күтуден еш шаршамаңыздар. Не болмаса жасым өтіп кетті деп салыңыз суға кетпесін. Барынша өзіңізді қалай елестетесіз, қандай образ сізге ұнайды, соны былай көпшілік ортада жиі әрі ұтымды пайдаланып жүруді естен шығармаңыздар. Шағын ғана кеңесін пайдаларыңызға жараса қуаныштымын. Сіздермен Еңлік Әбдіқадыр. Келесі менің кеңесімде жолыққанша.